Сәлеметсіз бе ата? Ассалаумағалейкум. Қош келдіңдер. Сөйлеңдер. Сәлеметсіздер ме? Отырыңдар. Балалар, атамыз бізге көп асық жинап қойыпты. Қазір ойынды бастамас бұрын Қанталы апайдың ережесін тыңдап алыңдар. Қазір ата асықтарды шашқан кезде бәріміз асықты жинап аламыз өзімізге. Кімнің қолына қызыл асық түссе, сол қан болып саналады. Сол ойынды бірінші бастайды екен. Ал қай бастап? Бастап ойын. Ал Тасимада бір асық екен, Айзада да 4 асық екен. Қыз қан талапайтынде сол бірінші бастайды. Ал кімде асық көп болады, сол бала жалғастырады. Ал ендеше балалар мына араға асықтарыңды тізбектеңдер. Былайынан тізбектеңдер. Ой, жарайсың. Ал енді ата қой. Ой. Ой, асығым тимей қалды ғой. Ал қарай саған мүмкіндік беру үшін тақпақ айтып бересің бе? Ой, тамаша. Ал енді. Ой, ата қой, балалар. Ал, тағы да басын еді. Ана бастарын тобына салып ал. Ой, молодец. Ой, тамаша. Аталар енді тақпақ айтып бер. Ал енді ата жалғасын. Ой, тамаша, ал бір асыл. Тағы да кел. Енді бір ата. Балалар, сендерге Қанталы апай ойыны ұнады ма? Ал топқа барғанда, балабақшаға барғанда, осы ойыны үнемі ойнап жүріңдер. Ал жақсы ойнадыңдар. Сізге көп рахмет.